Сіздермен бірге сүзбелі пирог дайындаймыз. Ыдысымызға ұн, қант ұнтағын, қопсытқышымызды және кейін сары майымызды қосып, жақсылап араластырып, крошка дайындаймыз. Кейін үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап жұмсақ бір келкі қамыр илеп, тоңазытқышқа 30 минутқа жібереміз. Біз қамырымыз дайын болам дегенше салмамызды дайындаймыз. Миксерімізге жұмыртқа, шекер, қаймақ және де сүзбемізді салып, жақсылап миксерімізді қосып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, формамызға жайып, жақсылап орналастырамыз. Кейін үстіне салмамызды салып, құйып шығамыз. Бетіне кез келген қалауыңыз бойынша жидекті салсаңыз болады. Пирогымызды 150-180 градуста 35-40 минут шамасында жай отта пеште пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ауызда еритін пирог.